Менің есімім Қазына, СЗУ университетінің студентімін. Қазақтың ұлы ақыны, ойшылы, ағартушысы, ұлы тұлғамыз Абай Құнанбайұлының 180 жылдығына орай оның қара сөздерінің бірін, өмір, халық және адам табиғаты туралы терең ой толғауларын айтып бергім келеді. 19-шы қара сөзі. Адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы жаманды таниды дағы. Сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке өз іске жарамайды. Сол естілерден естіп, білген жақсы нәрселерін ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды. Сонда адам десе болады. Мұндай сөзді есіткенде шайқақтап, шалықтанып, не салбырап, салғырттанып естісе, не естікен жерде қайта қайырып сұрап ұғайын деп тұшынбаса, не сол жерде сөздің расына көзі жетсе де шыға беріп қайта қапына кетсе, естіп-естіппей не керек? Осындай сөз танымай тұғын елге сөз айтқанша, өзіңді танитын тұғын шошқаны баққан жақсы деп бір хакім айтқан екен. Сол секілді сөз болады.